Таңызға сәлем достар, бүгін сіздермен 4 стакан деп аталынатын жасалу жолы өте оңай, қолжетімді заттардан тұратын манник пирогын жасаймыз. Пирог өзіме қатты ұнайды, баршаңыздың көңіліңізден шығады деген сенімдемін. Өте оңай жасалынады, құрамы небары 4 стакан заттардан тұрады. Бұл пирогты миксерсіз және таразының көмегінсіз жасаймыз. Ал ендеше кеттік, бисмилля деп бастаймыз. Алдымен таза ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Стаканның көлемі 200 мл, барлығын сумен өлшеп саламыз. 1 стакан шекер қосамыз. Мен жұмыртқа біріккенше венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық, енді 1 стакан айран қосамыз. Үйдің айраны болса да, дүкеннің айраны болса да жарай береді. 100 мл жарты пиала шамасында сұйық май құямыз. Массаны біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Онан соң 1 стакан жарма қосамыз, яғни манка қосамыз. Массаны да өзара біріккенше жақсылап араластырамыз. Манканы жақсылап араластырып алдық, енді 1 стакан електен өткізілген ұн қосамыз. Не 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Одан артық күшті шығады деп қосуға болмайды, пирог дұрыс шықпай қалады. Жақсылап араластырып аламыз, массамыз осылай болып шығу керек. Форма 26 сантиметрлі разъемный кольцо, соны фольгамен орап, массаның барлығын құямыз. 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. 25-30 минут өтпей пирогтың бетін духовкада тұрғанда ешқандай бетін ашып көрмейміз. Піскен соң осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көреміз, құрғақ болып шығу керек. Суытып барып, кольцодан шешіп аламыз. Міндетті түрде суу керек. Барлығын дұрыс жасасаңыздар, осындай көлемді және әдемі дәмді болып пирогтарыңыз пісіп шығады. Бір ескертіп кетейін, разрыхлителді 1 қасықтан артық қоспаймыз, пирогты бүлдіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, пирог өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Ең бастысы ешқандай таразының көмегінсіз, миксерсіз, қол жетімді. Пирогты тіпті кішкентай мектепте оқитын қыздардың өзі жасай алады. Ал құрметті көрермендерім, жасап көріп жатсаңыздар, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Салтанат, қош, сау болыңыздар.